Енді ұстаздар 1 қыркүйектен тек 5 құжатқа жауапты. Яғни журнал, күнделік толтырып, сабақ кестесі мен жоспарын жазудан басқа шимайға жоламауы тиіс. Оның үстіне директорлар артық құжат толтыруды талап ете алмайды. Әйтсе де аттестациялау сынағы жалғаса бермек. Осы жылдың қыркүйек айынан бастап жаңа аттестация тәртібімен өткен мұғалімдерге категорияларына сәйкес қосымша ақы төленетін болады. Аттестаттаудан өтпеген мұғалімдер оны ағымдағы жылы қарашада қайта тапсырады. Ендігі жерде бас мұғалім бір-бірін қайталайтын түкке қажеті жоқ мамандықтарды шетінен жабамын деп сес көрсетті. Осы кезге дейін министрлік 17 оқу орнының мамандығының лицензиясын тартып алған. Саны көп, сапасы жоқ колледждерге осындай талап қойылып, үдеден шықпағандары шәкірт оқыту құқығынан айырылады. Университеттерден бұрын білім министрлігі орта білім берудің сапасын арттыруға ерекше көңіл бөлмек. Сондықтан біз қазір тек қана жаңағы сөзбен айтпай, бұл мәселе бойынша тиісті санкциялар болады. Мысалы, біз айыппұлдарды қарастырып отырмыз. Ол айыппұлдарды салатын бізде әр өңірде өзіміздің бақылау комитетінің жұмыскерлері бар. Солар осы мәселені қамтып қадағалайтын болады. Сонда 20-дан 120 айлық есептік көрсеткішке дейін осы айыппұлды салатын боламыз. Жаңағындай өзіне тән емес жұмысқа тартылса, біріншіден, екіншіден қағаз басылық бойынша біз министрлік тиісті тек қана тапсыру және толтыруға керек деген жаңағы 3-4 құжатты ғана есепті ғана бекітеміз. Одан басқаларын талап еткен жаңа заңды тұлға болсын, басқалар болсын, оларға тиісті айыппұлды қолдануға тура келетін болады. Сәлем достар. Орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтары жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі нөмір 130 бұйрығы бойынша орта білім беру ұйымдарының педагогтары үшін жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесі бекітілген. Олар барлық пәндердің педагогтары үшін 5 құжат. Орта білім беру ұйымдарына арналған мектеп алды сыныптарының журналы, факультатив сабақтарының немесе үйде оқыту журналы, орта білім беру ұйымдарына арналған 1-11 сыныптарға сынып журналы, күнтізбелік тақырыптық жоспары, сабақ жоспары немесе қысқа мерзімді жоспары, жиынтық бағалау жүргізу қорытындылары бойынша талдау туралы мәліметтер. 8-ші тәлімгер педагогтың жас маманмен жұмыс жоспары. Бұны тәлімгерлікке бекітілген мұғалімдер ғана толтырады. Білім алушыларды және тәрбиеленушілерді тәрбиелеу бойынша сынып жетекшісінің функциясын атқаратын педагог. 4 құжат. Тәрбие жұмысы жоспары, орта білім беру ұйымдарына арналған ата-аналар жиналыстарының хаттамасы, орта білім беру ұйымдарына арналған білім алушылардың жеке іс қағазы, орта білім беру ұйымдарына арналған 1-11 сыныптарының білім алушының үлгерімі туралы тәбіл, жиыны сынып жетекші әрі пән мұғалімі ретінде 9 құжат толтырады. Сонымен қатар айта кету керек, білім және экс-министрі Сәрінжіптен қалған сынып жетекшілігі туралы бұйрық жойылу керек болса да, орта білім беру ұйымдарында сынып жетекшілігі туралы ережені бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы нөмір 18 бұйрығы әлі күшін жоймаған. Мысалы, Тарбағатай ауданының білім беру бөлімі басшысы осы бұйрықтың 3 сынып жетекшінің функциясын бөлім 1 тармақшасы негізінде оны талаптарында анық көрсетілмесе де, сынып жетекшілерден оқушылардың ата-аналардың вакцина паспортының нөмірі вакцинаны алмау себебі соны анықтауды жүктеген. Ол туралы құзырлы органдарға хат жолданса да, еш нәтижесіз шарасыз қалды. Сонымен не түйеміз? Бүгінгі таңда білім саласындағы заң бұйрықтар олқы болғандықтан мұғалімдерді қорғауға қауқарсыз екенін көрсетіп берді. Заңға қарап бұйрықпен жұмыс жасаңыздар. Айтпақшы, біздің елдің білім сапасы Қырғыз елінің білім сапасынан да төмендеп кеткен. Жоғарыдағы жылы креслода отырғандар төмендегі педагогтар мен мектеп басшыларының шамадан тыс іс-шаралар мен түрлі қағаздардан қол жимей жүргенін қайдан білсін. Рейтинг қуып, сан қуып, қағаз қоя берсек қайдағы білім. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.